Браконьерлікпен күрес ішкі істер органдарының тұрақты бақылауында. Солтүстік Қазақстанда қорықшылардың өздері күзетілетін жануарларды атқаны үшін ұсталды. Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті, табиғатты қорғау полиция қызметкерлері, Есіл ауданының полиция бөлімі қызметкерлерімен бірлесіп, тексеру барысында Красный Бор мемлекеттік мекемесінің аумағында орманда Нива автокөлігін байқаған. Тексеру кезінде полицейлер онда болжаммен маралдың еті салынған полиэтилен пакеттер тапқан. Заңсыз аңшылыққа қатысы бар екі күдікті анықталды: көлік жүргізушісі мен жолаушы. Мы прибыли на место, где застрелили второго морала и разобрали его. Стреляли где-то метров 150, наверное, с чего он забежал в лес, мы его тут разобрали, погрузили на машину и отправили в сторону Ельгинского домика. Тергеу барысында ұсталғандардың өздері қорықшы екені анықталды. Олар екі маралды атып, бөлшектеген жерлерін көрсетті. Қазір Солтүстік Қазақстанда маралдарды ату маусымы ашық, бірақ жануарлардың саны есеппен реттелген. Әрбір аңшы қанша жануарды атуға болатындығын көрсететін рұқсат құжатын алуы керек. Ал қорықшыларда бұл құжат болмаған. Ұсталғандар мал етін шығаруға жергілікті тұрғыннан көмек сұрағанын айтты. Сол факт бойынша Қазақстан Республикасының 337 бабының 4 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілердің екеуі сол ауданда, біздің ауданда қорықшы болып жұмыс атқарады екен. Сол екі адам қазіргі уақытта Есіл ауданының ішкі істер бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыстық іс бойынша сот сараптамалық тағайындалды. Тәртіп сақшылары бөлшектенген ұшаларды тәркіледі, ет сараптамаға жіберілді. Күдіктілердің біріне тиесілі карабин, аңшылық жабдықтар да тәркіленді. Қорықшылардың басым көпшілігі өз өлкесін жақсы білетін және оның табиғатын қорғауда тұрған адамдар. Бірақ кейде өкінішке орай осындай жағдайлар орын алып жатады. Жалпы табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері басқа бөлімшелермен және мүдделі қызметтермен, оның ішінде қорықшылармен тығыз байланыста жұмыс істейді. Аңшылық пен орман шаруашылығы мамандарымен бірге олар тұрақты негізде рейдтер жүргізеді. Жыл басынан бері осындай рейдтер барысында Солтүстік Қазақстан облысында заңсыз аң аулаудың 11 фактісі тіркелді.